Ne götürürüz babalar? Endişe, var mı? Birinci neyini davranmış asma? Analar hürmet. Analar günü qarşısında benim sevapты өзіміз қолдан жасайық деді. Асқар мектеп шеберханасына үлкен қондырғы жасауға келді. Маржан тамақ дайындады. Біздің анамызды дастархан басына шақырдық. Анашым, мерекеңіз құтты болсын, деді күлімдеп. Біз сізді жақсы көреміз деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйді. Алар мәтін не туралы? Аналар күні туралы. Аналар күні туралы, я? Жақсы. Енді сұрақтарға кім жауап бере алады? Аналар мерекесі қашан тойланады? Алихан? Аналар күні қашан тойланады? 8 наурыз. Жақсы. Келесі сұраққа жауап береді Әрсен. Мәтін кейіпкерлері анасына қандай сыйлық дайындады? Әшере. Қандай сурет? Нені сурет салды олар? Нені? Жоқ. Бірінші күнді салды ғой, я? Сосын не істеді? Оның үстіне анасына сурет не істеді? Орналастырды, я? Жақсы, отыра қой. Келесі, өзіңнің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Балалар, сендер аналарыңа сыйлық жасайсыңдар ма? Иә. Мысалға, кім қандай сыйлық жасайды өзінің қолымен? Бүгін ба? Бүгін Дина анасының туған күні. Дина, сен қандай сыйлық жасамадың? Өзің қолыңнан жасадың ба бүгін? Жасамадың, иә? Енді сурет болса да анаңа сәтті жақсы ма? Сурет салдым дейді. Сосын тағы не істеді? Қансы? Жақсы, жақсы балалар. Ендеше осы мәтінді бәріміз кезекпе-кезек оқып шықса қалай қараймыз? Жақсы ма? Бастан бастап екі сөйлемден оқып шығайық, жақсы ма? Суреттің астында Жақсы, оқып болдық па? Жақсы, оқып болдық қой барымыз. Жақсы. Ендеше балалар, осы мәтіннің ішінен қарақта сөз көріп тұрсыңдар ма? Кім таба алады маған қарақта сөзді? Қарақта сөзге не екенін білеміз бе? Санжан қайықтапшы қарақта сөз? Анашым. Анашым, мерекеңіз Құтты болсын. жақсы. Жоқ, тек қана анашым деп тұр ғой өзінде. Анашым деп қарап тұр, иә? Басқа жоқ, білем ғой. Осыны дәптерімізге жазамыз. Ашып, дәптерімізге қарақта сөз жазып аламыз. Кәне. 25 бастап. Мерекеңіз құтты болсын. Жас болдық па? Жас болса, 6-шы жаттығуға бізде шығады тақтаға. Арсен шығады. Не дейді оқышы? Өлеңнің тиісті жұмыс белгілерін қойып қошаңдас. Тиісті жұмыс белгілерін қою керек, иә? Қалғандарды орныңызға отырып жатасыз 6-шы жаттығуда. Алтыншы тапсырманың қолында ма балалар? Жетінші тапсырма Нұргелді оқып жіберші. Жетінші тапсырма Нұргелді. Ашықат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзінің сәйкестенді. Сендер балалар ашыққа жазып көрдіңдер ма? Жаздыңдар ма? Сендерге бір үлгі көрсетейін, жақсы ма? Бір досыңызға, сосын бір туысқаныңызға ашыққа жазамыз. Сонда неше жазамыз? 2. Қараңдар, мысалға мен әкешіме жаздым. Аса қадірлі әкешім, сізді туған
Алматыда цирк, парк сияқты қызықты орындар. Тексереміз ба? Бізге мына апаймен. Қайындау. Бересің әлі? Мейірімді арыстан. Арыстан жыртқыш. Мен арыстан туралы түс көрдім. Сипаттау. Ары қарай оқыған қойын ба? Жоқ, сипаттау апай. Анықтаймыз ба? Балалар, не болды? Келесі, соңғы мәселе. Қандай ендеше балалар, үйге тапсырма 8-ші жаттығу жасына жазып аламыз. Жақсы балалар, сабақ аяқталса рахмет. Балалар, қоңырау соғылды ма? Жақсы. Ендеше қоңырау соғылса, барлығымыз дәрістен шешеді. Так, балалар жас болдық па? Ендеше кітабымыздың 95-ші бетін ашамыз. 95 не көріп тұрмыз балалар? Ендеше барлығымыз бірінші мені тыңдап аламыз, жақсы ма? Анаға құрмет. Аналар күні қарсаңында беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық деді. Асқар мектеп шеберханасына үлкен қондырғы жасап келді. Маржан тамақ дайындады. Біздің анамызды дастархан басына шақырдық. Анашым, мерекеңіз құтты болсын, деді күлімдеп. Біз сізді жақсы көреміз деп, Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып, сүйді. Алар мәтін не туралы? Аналар күні туралы. Аналар күні туралы, иә? Жақсы. Енді сұрақтарға кім жауап бере алады? Аналар мерекесі қашан тойланады? Әлихан? Аналар күні қашан тойланады? 8-ші наурыз. Жақсы. Келесі сұраққа жауап береді Әрсен. Мәтін кейіпкерлері анасына қандай сыйлық дайындады? Әшере. Қандай сурет? Нені суретті салды олар? Нені? Жоқ. Бірінші күнді салды ғой, иә? Сосын не істеді? Оның үстіне анасына сурет не істеді? Орналастырды, иә? Жақсы, отыра қой. Келесі, өзіңнің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Балалар, сендер аналарыңа сыйлық жасайсыңдар ма? Мысалға, кім қандай сыйлық жасайды өзінің қолымен? Бүгін ба? Бүгін Дина анасының туған күні. Дина, сен қандай сыйлық жасап жатсың? Өзің қолыңнан жасадың ба бірдеңе? Жасамадың, иә? Енді сурет болса да анаңа сәтті, жақсы ма? Сурет салдым дейді. Сосын кім тағы не істеді? Сен? Жақсы балалар. Ендеше осы мәтінді бәріміз кезекпе-кезек оқып шықсақ қалай қараймыз? Жақсы ма? Бастан бастап екі сөйлемден оқып шығайық, жақсы ма? Суреттің астында Жақсы, оқып болдық па? Жақсы, оқып болдық қой барымыз. Жақсы. Ендеше балалар, осы мәтіннің ішінен қаратта сөз көріп тұрсыңдар ма? Кім таба алады маған қаратта сөзді? Қаратта сөзге не екенін білеміз бе? Санжан каликтап үшін қаратта сөз. Анашым. Мерекеңіз Құтты болсын. жақсы. Жоқ, тек қана анашым деп тұр ғой өзінде. Анашым деп қарап тұр, иә? Басқа жоқ, білем ғой. Осыны дәптерімізге жазамыз. Ашып, дәптерімізге қаратта сөз жазып аламыз. 25 бастап ма? Мерекеңіз құтты болсын. Жас болдық па? Жас болса, 6-шы жаттығуға бізде шығады тақтаға. Арсен шығады. Не дейді оқышы? Өлеңнің
тиісті қызметке қою керек, иә? Қалғандарыңыз орныңызды алып отырғандарыңыз 60 жаттығуды. Алтыншы тапсырманың қолында ма балалар? Жетінші тапсырма Нұргелді оқып жіберші. Жетінші тапсырма Нұргелді. Ашықат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзінің сәйкестенді. Балалар ашыққа жазып көрген ма? Жаздыңдар ма? Сендерге бір үлгі көрсетейін, жақсы ма? Бір досыңызға, сосын бір туысқаныңызға ашыққа жазамыз. Сонда неше жазамыз? Екі. Қараңдар, мысалға мен әкешіме жаздым. Аса қадірлі әкешім, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, таусылмас күш қуат, баянды өмір тілеймін. Ізгі ниетпен деп өздеріңнің аттарыңызды. Мен мысалға алғанмын үлгіде. Жақсы ма? Кімге жазамыз? Досымызға, сосын туысымызға. апай досымызға жазсақ болады ма? Екеу жазамыз. Бір досымызға. Болады. Жақсы, ал, бастаймыз. Жас болып балалар. Ендеше қазір мен сіздерге бір тапсырмам бар. Қалғандарын дәптерден тексере, жақсы ма? Қараймыз. Балалар, тақтаға назар аударамыз. Сендерге мәтін беріледі. Соның қайсы сипаттау, қайсы пайымдау, қайсы әңгіме керек. Жақсы ма? Бірінші мәтін. Күзгі демалыс. Күз келді. Жақында күзгі демалысқа шығамыз. Мен күзгі демалыста Алматыға баруды армандаймын. Алматыға қиял әлеміне барғым келеді. Алматыда цирк, парк сияқты қызықты орындар. Тексереміз ба? Бізге мына пайымдау. Пайымдау. Береші мәтін. Мейірімді арыстан. Арыстан жыртқыш. Мен арыстан туралы түс көрдім. Сипаттау. Ары қарай оқыған қойын ба? Жоқ, сипаттау апай. Анықтаймыз ба? Балалар, не болды? Келесі, соңғы мәтін. Қандай ендеше балалар, үйге тапсырма, 8-ші жаттығу жасына жазып аламыз. Анашын сөзбен екеуміз дейміз бе? Санжан қайықтап, шық қарап өзін. Анашым, ерекеңіз болсын, жақсы. Жоқ, тек қана анашым деп тұр ғой өзінде. Анашым деп қарап тұр, иә? Басқа жоқ, білем ақ өзі. Осыны дәптерімізге жазамыз. Ашып, дәптерімізге қаратқа сөз жазып аламыз. 25-те басталды ма? Ерекеңіз құтты болсын. Жас болдық па? Жас болса, 6-шы жаттығуға бізде шығады тақтаға. Арсен шығады. Не дейді оқышы? Өлеңнің тиісті жұмыс белгілерін қойып қошеміз. Тиісті қызметке қою керек, иә? Қалғандарыңыз орныңызды алып отырғандарыңыз 60 жаттығуды. Алтыншы тапсырманың қолында ма балалар? Жетінші тапсырма Нұргелді оқып жіберші. Жетінші тапсырма Нұргелді. Ашықат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзінің сәйкестенді. Балалар ашыққа жазып көрген ма? Жаздыңдар ма? Сендерге бір үлгі көрсетейін, жақсы ма? Бір досыңызға, сосын бір туысқаныңызға ашыққа жазамыз. Сонда неше жазамыз? Екі. Қараңдар.
Almatıda sırf park siyakta kılıklı olurlar. Keserebiz mi? Yes. Bizge mi yapayım? Hayır da birinci madde. Birinde arslan. Arslan çırpışan. Men arslan kuralını söylüyorum. Arkana bakman koyayım mı? Yok. Betul apa ya? Anlatayım mı? Ya. Teyze solda solma. Sumka laşma sabah. Arkana bakman koyayım mı? Kanday Endişe balalar, üye kapsırma, 8 dışı, şart tutulmasına dağıtılan Anlaşım, birikiniz, doğru olsun, nasıl? Yok, tıkanı anlaşım tepki olsun, anlaşım tepki kırıyor. Başka çok prima koysanız. Osunu defterimizde yazamız aşır, defterimizde karaktersiz yazmamız. Cuma bir Sivas'ta var. Birikiniz kutlu olsun. Jas bolsa, jas bolsa, altı şartlığa bizde şurada taktağa, aksit şurada. Ne diyeyim okuшу? Ürünlerin çeşitli kırmızı belirleyen koyup koşaracağız. Ama çeşitli kısmını yapıyor gerek ya. Alanda boynunuzda olduğu kadar 60 dakika olacak. Altmış dakika oldu mu var? Ya. Şimdi kapsırma nöbet 95. Жетінші тапсырма нөбеті. Aşıkat metni bölüklerinin surağı men sözlük 8-dir. Seni балалар ашыққа жазып көрген ма? Жаздыңдар ма? Сендерге бір үлгі көрсетейін, жақсы ма? Бір досыңызға, сосын бір туысқаныңызға ашыққа жазамыз. Сонда нешеу жазамыз? Екі. Қараңдар, мысалға, мен әкешіме жаздым. Аса қадірлі әкешім, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, таусылмас күш қуат, баянды өмір тілеймін. Ізгі ниетпен деп өздерін аттаймын. Мен мысалға аламын деп үлгіде. Жақсы ма? Кімге жазамыз? Досымызға. Сосын туысымызға жазамыз. Апай досымызға жазсақ болады ма? Екеу жазамыз. Бір досымызға. Яша болады. Жақсы, ал бастаймыз. Жас болып балалар. Ереше қазір мен сіздерге бір тапсырмам бар. Қалғандарын дәптерден тексере, жақсы ма? Қараймыз. Балалар, тақтаға назар аударамыз. Сендерге мәтін беріледі. Соның қайсы сипаттау, қайсы пайымдау, қайсы әңгіме керек. Жақсы ма? Бірінші мәтін. Күзгі демалыс. Күз келді. Жақында күзгі демалысқа шығамыз. Мен күзгі демалыста Алматыға баруды армандаймын. Алматыға қиял әлеміне барғым келеді. Алматыда цирк, парк сияқты қызықты орындар. Тексереміз ба? Yes. Bizge mi yapayım? Пайымдау. Бірінші мәтін. Birinde arslan. Arslan çırpışan. Men arslan kuralını söylüyorum. Betul. Arkana bakman koyayım mı? Yok. Betul apa ya? Anlatayım mı? Ya. Teyze solda solma. Sumka laşma sabah. Arkana bakman koyayım mı? Kanday Endişe balalar, üye kapsırma, 8 dışı, şart tutulmasına dağıtılan Allah soğural soğudu mu? Ya. Endişe soğural soğulsa, bak
birinchi meni tindab olamiz, jasma. Anaga hurmat. Analar kuni qarsangida benim sevimli o'zimiz qo'ldan jasayib dedi. Asqar mektep shirinxonasina ulkan qo'ndirg'a jasab keldi. Marjan tamoq tayyorladi. Bizning anamizda dasturxon basma chaqirdi. Anashim, melegingiz qutlu bo'lsin dedim kulib. Biz sizni yaxshi ko'ramiz deb Asqar anamizni quchoqladi. Marjan silg'imda usundi. Anani quchog'imizga olib suydi. Alar madaniy turadi. Analar kuni turadi. Analar kuni turadi, ya. Yaxshi. Endi so'roqlarga kim javob beradi? Analar merkezi qachon to'yiladi? Analar kuni qachon to'yiladi? Sizgacha Navruz. Yaxshi. Keling so'roqqa javob beraylik. Aysin, matn keykirlari anasini qanday sinov tayyorladi? Ashira. Qanday surat? Yeni surat saldi ular? Yeni? Yo'q. Birinchi kulni soldi bu ya. So'sini istedi, uni ustiga anasini suratni istedi, o'rnalashtirdi ya. Yaxshi o'tira qo'y. Kelesi, o'zini anaga qanday sinov jasaysan? Bolasi analarga sinov jasaysizmi? Ya. Salqa kim qanday sinov jasaysan? O'zini qo'lmen. Bugün bak, bugün dinlerden tugan dinlerse qanday sinov jasamaysan? O'zing qo'lingdan jasading mı? Jasamading ya. Endi surat olsana anaga sakta jasma. Avval deydi, surat soldim deydi. So'z kim tag'in istedi? Жақсы балалар. Қанухан? Жақсы балалар. Ендеше осы мәтінді бәріміз кезекпе-кезек оқып шықса қалай қараймыз? Жақсыма бастан бастап екі сөйлеген оқып шығайық, жақсыма? Суреттің астында Жақсы оқып болдық па? Жақсы. Оқып болдық қой барымыз? Жақсы. Ендеше балалар, осы мәтіннің ішінен қаратқан сөз жоқ тұрсыңдар ма? Кім таба алады маған қаратқан? Ендеше осы мәтінді бәріміз кезекпе-кезек оқып шықса қалай қараймыз? Жақсыма бастан бастап екі сөйлеген оқып шығайық, жақсыма? Суреттің астында Жақсы оқып болдық па? Жақсы. Оқып болдық қой барымыз? Жақсы. Ендеше балалар, осы мәтіннің ішінен қаратқан сөз жоқ тұрсыңдар ма? Кім таба алады маған қаратқан сөзді? Қаратқан сөзге не екенін білеміз бе? Санжан қалай тапшы қаратқан сөз? Анашым, мерекеңіз құтты болсын. Жақсы. Жоқ, тек қана анашым деп тұр ғой өзінде. Анашым деп қаратып тұр, иә? Басқа жоқ, білем ақ өзі. Осыны дәптерімізге жазамыз. Ашып, дәптерімізге қаратқан сөз жазып аламыз. Кәне. 25 бастап ма? Мерекеңіз құтты болсын. Жас болдық па? Жас болса, 6 жаттығуға бізде шығады тақтаға. Арсен шығады. Не дейді оқышы? Өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып қошеміз. Тиісті тыныс белгілерін қою керек, иә? Қалғандарды қолымызға алып жатамыз, 6 жаттығуды. Жетінші тапсырма Нұргелді. Ашықат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзінің сәйкестенді. Сені балалар ашыққа жазып көрдіңдер ма? Жазып көрдіңдер ма?
Күгü Димас Қашқа. Мен Күгü Димаста Алматыға баруды армандаймын. Алматыға қиял әлеміне барғым келеді. Алматыда цирк, парк сияқты қызықты орындар. Тексереміз ба? Bizge bunu yapayım mı? Қайындау. Келесі мәлім. Мейірімді арыстан. Арыстан жыртқыштан. Мен арыстан туралы көрдім. Сипаттау. Ары қарап оқыған қойын ба? Жоқ, сипаттау апайым. Анықтаймыз ба? Ya. Не болды? Келесі соңғы мәлім. Лашқа сапар.